Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 13-ші сабақ жуан және жіңішке айтылатын сөздер тақырыбын бастайтын боламыз. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұны болжа, мәтінді тыңда. Олай болса балалар, мәтіннің тақырыбы әдепті балалар екен, е? Ендеше мәтіннің тақырыбы әдепті балалар. Демек, бұл мәтінде әдепті балалар туралы айтылуы керек деп ойлаймын. Олай болса балалар, мәтінімізді оқып шығайық. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Олай болса балалар, осы мәтінге байланысты бізге берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: балалар қандай қамқорлық жасады? Балалар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесті. Екінші сұрақ: әже оларға не деді? Бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді, Үшінші сұрақ: әдепті балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме? Балалар, әдепті сөзінде ә, е, дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстар, Сондықтан да сөз жіңішке айтылады. Ал балалар сөзінде а, 3а берілген, бұл дыбыстары жуан дауысты дыбыстарға жатқызылады. А әріпі, сондықтан да бұл сөз жуан болып айтылады. Екінші жаттығу: мақалды жатқа жаз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Олай болса балалар, бұл мақалды дәптерлеріңізге қатесіз көркем түрде жазып алыңыздар. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Мысалы, айна, жылқы, сауысқан. Ал сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса балалар, сөз жіңішке болып айтылады, Мысалы, жаңағы біздің мәтінде кездескендей әсем, әділет. Бұл сөздердегі әріптер жіңішке болғандықтан сөз жіңішке болып айтылады, Ендеше балалар, үшінші жаттығуға назар аударыңыздар. Үшінші жаттығу: моншақтардағы сөздерді оқы. Сөздердің айтылуына назар аудар. Оларды түсіне қарай топтастыр. Бір сөзбен қалай аталатынын айт. Балалар, моншақтардағы сөздерді топтастырдық, Жыртқыш аңдарға арыстан, жолбарыс жатады. Құстарға шағала, қарға жатады, ал үй жануарларына қой, бота жатады. Балалар, бұл сөздердің барлығы жуан айтылатын сөздер. Себебі бұл сөздердегі дауысты дыбыстар жуан әріптер, яғни жуан дыбыстар. Балалар, бұлардың барлығын бір сөзбен біз жануарлар деп айтады екенбіз, Олай болса, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.